Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі әлеуметтік жобалардың басталуы туралы алғашқы жиын өтіп жатыр. Оның жетекшісі, экосоциал қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Өмірханқызы Бақтыгүлдің бастамасымен оған тапсырыс беруші балық шаруашылығы басқармасының басшысы өзі де қатысып отыр бұл жерде. Бүгінгі жиынның енді негізгі тақырыбын білеміз барлығымыз. Каспий теңізінің итбалықтарын оны қалай қорғаймыз, оны және жергілікті қауымдастықтар арасында социологиялық зерттеулерді жүргізу. Оны қазір үкіметтік емес ұйым экосоциал қоғамдық бірлестігі жеңімпаз атанып, өздерінің жұмыстарын жүргізетін болады. Бұл жерде Маңғыстау облысы, оның ішінде Түпқараған және Қарақия аудандарында басым бағыттарды жүргізетін болады. Каспий итбалықтары ол деген біздің Каспий теңізінің жалғыз индикаторы, эндемик. Бұл итбалықтар тұқымдастығына жататын теңіз сүтқоректісі. Каспий теңізінің эндемигі, яғни тек осы су айдында ғана кездесетіндіктен, бұны сол себептен біз эндемигі деп айтамыз да. Каспий теңізінен тыс табиғи мекені жоқ, сондықтан оның болашағы тікелей теңіз жүйесінің жағдайына байланысты. Мәртебесі барлық Каспий маңы мемлекетінің қызыл кітаптарына енгізілген. 2008 жылдан бері жойылып кету қаупі төнгендіктен, сондай мәртебеге ие болғандықтан, оны Қазақстан Республикасының қызыл кітабына 2020-дан бері тіркелген болып есептеледі. Каспий теңізі жалпы олардың қай уақыттардан бері өлекселері тіркелгені, бұл соңғы 20 ғасырларда да болған жағдай, алайда 21 ғасырдың 2000 жылдардан бастап өлекселері тіркелгендерін, оны біздердің ақпараттық, әлеуметтік желілерден, ақпараттық көздерден біліп келеміз. 2000 жылы сол итбалықтардың алғашқы өлекселерінің куәсі болдық. Бұл жерде ресми деректерге сүйенетін болсақ, 10.500 дана итбалықөлексесі анықталып жинастырылған, алайда бейресми деректер анағұрлым көп. Енді 2008-ден бері жойылып кету қаупі төнген жануар ретінде ресми тіркелді, ресми танылған жыл болып есептеледі. Барлық мемлекеттердің қызыл кітаптарында енгізілген. Итбалықтардың қырылуы бұл қазіргі кезде ғылыми зерттеу институттарының барлығы дерлік атсалысуына байланысты қазіргі уақытта итбалықтардың өлу себептерін осы күнге дейін анықтауда. Оларға әртүрлі факторлар әсер етуі мүмкін. Біріншіден теңіздің экожүйесі, олардың мекендеу ортасының экожүйесінің бұзылуы, және қазіргі уақытта теңіз бетінде бірнеше мұнай өндірістік орындарының ашылуы оларға негізгі себептердің, өлу себептерінің бірі деп атауға болады. Онымен қоса қазір жаһандық жылыну да әсер етеді. Себебі біздерде қазіргі таңда мұздың жамылғысы, қыс мезгіліндегі мұз жамылғысының да бұрынғы 20 ғасырдағы уақыттармен салыстырғанда анағұрлым аз деп айтуға болады. Итбалықтардың негізгі мекені 20 ғасырға дейін итбалықтар аралдары болып, және солтүстік Каспий болып табылған. Қазіргі уақытта олардың популяциясы азайғандықтан, бұл аумақтарда сиреп бара жатырған айта аламыз. Итбалықтар бүгінгі күнмен есептегенде олардың өлексесі
өлексесі 2026 жылдың 17 сәуірінен бастап тіркеле бастады. Итбалық өлекселері бұл солтүстік батыс және оңтүстік батыстан жел соққан салдарынан жағаға итбалық өлекселері тасталып, олардың өлекселерін қазір санау және зерттеу, оны жинастыру жұмыстары жүргізіліп тұр.